Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай жұмсақ ауызда еретіндей дәмді әрі тәтті булочкалар жасайтын боламыз. Видеоны до конца көріп, лайк басып кетіңіздер. Бізге осындай үлкен ыдыс және дрожж, сүт, жұмыртқа, ұн, қант және сарыға еріген сары май керек болады. Біз алдымен өзіміздің жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, артынан дрожжымызды салатын боламыз. Және де араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, бізде 10 минут өтті, енді араластырып аламыз. Енді оның үстіне ұн мен қантты салатын боламыз. Оның арасына тұз қосылады. Енді біз бір жұмыртқа қосатын боламыз. Оның артынан ерітілген сары майымызды құямыз. Енді осы барлық ингредиенттердің барлығын араластырып, қамырғаламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды пакетке салып, 1 сағатқа жылы жерге қойамыз. Біздің қамырымыз 1 сағаттан кейін үлкейді. Енді осыны пакеттен шығаратын боламыз. Қамыр өте әдемі жұмсақ болып шыққан. Енді біз осылай таба мен пергамент дайындап алатын боламыз. Табаның үстіне пергаментімізді дайындап аламыз. Содан кейін қамырымызды осылайынан алып, дөңгелектеп, не өздеріңіздің қалаған формаларыңызға келтіріп, табаларыңызға сала бересіздер.
Енді біз осылайынан духовкамызды 180 градусқа қойып 30 минутқа қойып қыздырып, кейін өзіміздің жаңағы тестамызды пешімізге салатын боламыз. Міне біздің өте дәмді және ауызда еритіндей булочкаларымыз пісті. Міне ішіне қараңыздар, жұмшақ әрі дәмді болып шыққан. Мінекей, видеоны до конца қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Амангелді Нұрсұлы. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.